2024 жылы 28 шілде сағат 3-тен 12-ге өтті. Алматы қаласы Әл-Фараби шығыс медицина жекеменшік центріміз. Бұлында науқасымыз аты жөнің? Дина Нұрдыбайқызы. Қатпырақ. Дина Нұрдыбайқызы. Қанша жас? 32. Ұлтың? Қазақ. Енді осы орталығымызға келіп ем-шара қабылдап жатыр. Бұл қыз, бұл науқас концлагерьде жатқан. Қазіргі жағдайынан енді өз арқылы өзінің аузынан естісек. Бұл қол-аяқтың ісуі қай кездерден басталды? Бас-аяғы 5 жылдай болып қалды. Бастағы ақырындап болған. Ең ауыр болған кезде сол кәдімгі тобықтан басталған ғой, тіземе дейін. Кейінгі уақытта сыздап, жүрудерге біраз әсер етті. Жүруге әсер етті. Енді мен жалпы жағдайын көрдім. Әзір енді пациенттің өзінің талап бойынша мен кейбір жерлерін түсіруге міндетті емеспін. Сондықтан арғы сұрақтар бойынша кетеміз. Сұрақ: нақты уақыт, нақты ай, күні бізге өте қажетті. Өйткені мынау клиникалық объектив түрде дерек жазған кезімізде бұның барлығы факт арқылы жүреді. Осыған факт ретінде біз әрқандай орында осы факт арқылы жауап беруге тырысамыз. Сондықтан әрқайсы сөйлеген сөзіңіз таспаға жазылып жатыр. Сондықтан жалған ақпарат болмауды мақсат етеміз. Келісеміз ба? Келісеміз. Ал Дина, сұрақ: ең алғаш басталды дедік. Бұл не себептен осында жағдай болды? Жасың қаншада биыл? 32. 32 жас. Ал енді біз ары қарай концлагерь, куәгер деп айттық. Осы уақытқа дейін ақпарат саласында көптеген жағдайлар туындап жатыр. Әзірге сенің жағдайыңа қарай отырып, біз бір қанша жақтан нені тұрақтастырып отырмыз. Ауру синдромдардың белгілерін. Енді бүгінгі келу жағдайыңа қарай алғашқы диагностика бойынша көзде сарғаю бар, ісіну бар бетте, аяқтарда ісіну бар, осындай синдромдар. Онымен қоса жаңағы жүректің қысылуы, бастың ауруы, шаншып ауруы, ұю деген секілді қосымша белгілерді байқауға болады. Осындай мен айтқан синдромдар бар ма өзіңде? Бар менде. Таңертең тұрғанда қолдың ұюы, аяқтардың, одан бетім әрдайым тұрғанда ісіп тұрады. Біраз уақыттан кейін барып бетімнің іскендер қайтады. Өкше шаншып ауруы бола ма? Болады, аяғым түндерде өте көп тартылады. Көп тартыла ма? Аяқтың тартылуы көп қой, иә? Жүрек? Жүрек осы соңғы 2-3 айда тұрып бір шаншып қысып ауырады. Қысып ауырады, иә? Тыныс жетіспеген сияқты. Ауа жетіспегендей болып. Сол кезде жатып бетіп біраз неқсаң жақсы болғандай болады. Сұрақ: осыдан бұрын өзіңде өкпе туберкулезбен ауырған жағдай болды ма? Өкпеге суық тиіп ауырып ем алған жағдайың болды ма? Жоқ. Әке шешеңде ондай жағдай бар ма? Жоқ. Туберкулезбен ауырған ешкім жоқ, Жоқ. Оны кесіп айтасың ғой? Иә. Отбасыңда қазіргі жұбайыңда ондай жағдай болмады ма? Жоқ. Оны кесіп айтамыз ғой? Иә. Бауырмен ауырғандар болды ма? Отбасыңда, әке шешеңде? Әкемде бауырдастық бар. Бауырдастық бар, иә? Диагностикасы қалай диагностика қойды дәрігерлер? О жағын білмейсің ба? Жоқ. Тек қана ыстық бар деп айтасың, иә? Әрдайым соған дәрі ішеді. Шешеңде? Ол кісіде қан аздық, ондай не өте жоғары. Сондай жағдай, анемия деп айтамыз, қан аздық. Сондай құбылыстар бар. Түсінікті. Енді бас ауыру, бас сақина деп қоямыз. Мынау мойын қан тамырларының қысылуынан болатын синдром. Осындай науқас әке шешеңде бар ма? Әкемде қан басым, жоғары қан басым. Жоғары қан басым бар, шешемде бас сақина бар. Бас сақинасы бар, бас ауыру. Ол ауырған кезде қандай белгілер байқалады? Ол кісінің қаны түсіп кетеді, темір құрамдары түсіп кетеді, бас ауырады. Бас ауырады. Әзір сенде сондай бар ма? Сондай құбылыстар бар. Бұл енді менің сұрап жатқаным мынау факт ретінде болашақта
сіздің денсаулығыңызға алаңдау ретінде осы видеоны түсіруге тура келіп отыр. Енді тағы бір сұрақ. Осы уақытқа дейін Қазақстанға өткенге қанша уақыт болды? 5 жыл 2 ай болды. 5 жылдан бері қарайға өзіңнің жалпы психологиялық жақтан, көңіл күй жағынан деп айтамыз, болмаса мына тұлғалық жақтан қандай белгілерді байқайсың, ауру белгілерді, өзіңе қалай сезіледі, әсер етеді? Көңіл күй жағынан айта қойшы. Менде жаңадан келген кезде бір робот не сияқты, зомби сияқты. Ешқандай бір сезім жоқ болатын. Күлу, қуану, бір андай сезім жоқ. Мен анау 2019-да келдім ғой. 20-да шықтым ба, 20-да шықтым ба. Анау ашық сұхбатқа шығып шетелдік нелерді қабылдап, шетелдіктермен көп сөйлесу барысында көп нәрсе есіме келіп, өзім сол кезден бастап сәл біліп бастадым. Бірақ осы денсаулығым кәдімгідей ес ұстау қабілетім, бірақ ортасында дампион болып қалған сияқты сезімдер көп та. Ұмытып қалған. Қазақша қалай айтамыз жаңағы сөзді? Үзіліс, мезгілді үзіліс деп айтамыз, иә? Ол кездегілерде менде, мәселен, той жасап, түрмеден шыққаннан кейін үйленген кезде, тойым болған кез, сол кездерде бір жоқ ортасында. Қайтып уақыттарым өткені, мәселен, мен 9 ай үйғамақта отырдым ғой. Соның соңғайлары есімде, сол үйғамақтың жаңадан үйінде басталған кезінің біраз есімде, ортасында ғана қысым бірдеңелер өте көп болған кезде. Қазір кешір, біз науқас негізінде сенің науқасың тұрақтандырып алайық, сонан кейін ары қарай біз шегініс жасаймыз. Жаңағы мен бас сақинасы туралы, бауыр ауруы туралы, енді ішкі қолыстардың асқазан аурулары туралы әке шешеңде болған бе? Жоқ. Бүйрек ауруы? Жоқ. Қол аяқ тірек қимыл аппаратында, мәселен, ревматизмдік фактормен ревматизм болып ауырған жағдай болып па еді? Жоқ. Жоқ, ал түсінікті. Осының барлығы өзіңнің айтқаныңдағыдай, ал енді біз ары қарай сенің жалпы тұлғалық жағдайыңа, менің осы уақытқа дейін кеше әкеп берген жүректің кардио эко несіне түсірген қағаздар арқылы, сосын қан тамырлары арқылы, бүйрек түсірген УЗИ-лер қағаздар арқылы алғашқы қорытындыға келдім. Қан анализіңізді көрдік. Сол қан анализі арқылы біз экранға шығаратын боламыз. Енді оны айтып жатпаймыз. Енді сұрақ, осы уақытқа дейін қанша балалы болдың? 2 бала. Осы жаққа өткенде ма, жоқ ар жақта туылды ма? Қазақстанда туылды. Қазақстанда туылды. Әзір олардың денсаулығында ешқандай ақау жоқ қой? Жоқ. Балаларда қорқу, үрей, психологиялық жақтан қысым, болмаса біреу айт деп айғайласа қашып кететін, бұғып қалатын жағдай бар ма балаларда? Қорқақтық бар, иә. Қорқақтық басым ба? Мен ұлымда үлкен сол Қытайда үйғамақ кезінде пайда болған ғой құрсақта. Жүктілік сол кезде болды. Иә. Ол андай бір нені қабылдағысы келіп тұрады. Торығып тұратын адамдар болады ғой бір. Өйткені мен сол ауырақ кезінде сондай болғам енді. Қазірлер көбінде андай мама деп уақ келіп құшақтап, уақ келіп сөйтіп мені көп іздеп тұрады. Шеше деп келіп құшақтап. Сонан кейін кейде қатты уайымшыл сосын. Уайымдап отыра ма? Иә. Өзіңе біліне ма? Иә. Сәл анау үйден кешігіп жатса, әкесі жұмыстан жай келіп жатса, соны уайымдап кәдімгі. Ана бала болса да ондай не емес. Қатыр жандық сезімдер жоқ кейде қарсы. Одан қатты аяғым ауырады деп көп айтады. Аяғым ауырады дейді көбінде. Екіншісінде ше? Екіншісі ғой өте қорқақ. Өте қорқақ па? Ол андай қатты дыбыс, андай бірдеңе болса тығылып екі құлағын басып, кәдімгі бұрышқа барып отырып алып. Түсінікті. Жұбайыңызда ше? Одан да ештеңе жоқ. Былай психологиялық жақтан біраз ойлану, басқалай қамығу белгісі байқалмай ма? Қамығу бар ғой, қысым бар. Қысым бар ма? Иә. Қай жақтан қысым болады? Тұрмыстық жақтан, өмір жақтан. Осы уақытқа дейін енді
концлагерьде жатып келдік. Жалпы медициналық жақтан көмек болды ма? Медициналық көмек болғанда анау Қазақстанда тіркелген анау Айнаш Орманбайдың осы зардап шеккендерге деген ұйым арқылы бір рет тексеруде. Ол қандай ұйым? Атын толық айтуға бола ма? Атын толық білмеймін. Әзір кезде мен естіп жүрмін енді шекарасыз медицина деген. Әзір Шекарасыз сондай, медициналық көмек деген. Осы ұйым ба? Иә. Олар қандай көмек жасады? Біз бірінші рет барған кезде неден өткізді? Қан. Жалпы медициналық сараптама жасады. Иә. Ал енді ол кезде өздерің тіркелдіңдер ма, тіркелмедіңдер ма? Ол кезде біздің бүйтіп сұхбат болды, бірақ ашық сұхбат болған жоқ. Құр дыбыс алғышты қойып, сұрақ жауаптар болып, біздің сол түрмедегі барыстарымыз алынды. Одан кейін қазіргі ауруларымыз жайлы айттық. Сол негізінен. Басқа да сұрақтар болмады ма? Сұрақтар болғанда біз өзіміз қай жеріңізден арыз жасайсыз деді, сол кезде өзіміз айттық. Бізге мындай босап өшетіп. Мен сол кезде мына мойнынан түрмеде не жерім соққы алған мойнынан. Түк таяқпен ұрған. Немен ұрды? Түк таяқпен. Түк таяқ болғанда қандай? Электронды ма? Электронды түк таяқ. Түк зарядтап алып. Жоқ, электронды кәдімгі қол ұстап жүріп жүретін алып. Полициялар ұстап жүрді. Иә. Күзетшілердің ұстап жүретін. Иә. Арқы жағынан келіп болды ма, жанынан ұрды ма? Жанынан ұрды. Қанша рет соққы алдың? Бір рет сол бүйтіп қатты бүйтіп ұрды, мен бүйтіп отырғызды. Отырғызды. Бірақ сол көзім қарай кеткен бе, ұрған кезінде. Кейін кезде сұраймыз. Әзірге менің сұрағыма арғай толық жауап беруді өтінемін. Сол шағымды айттым мен, сол кезде басым қатты ауыратын еді, мына мойным ұйитын еді. Мынандай жастық бірдеңеге жатып, танытқанша бір дұрыс емес жатқан көздерде басым көтере алмай қалатын. Сол кезде оларға сондай шағым жасағам. Сол кезде қалада қай докторхана екені есімде жоқ қазір. Әл-Фарабидің үст жағында бір докторханаға апарып, түріктердің несінен. Түріктердікі сема деген болады, хақ бар. Бір апта сондай бір күшті массаж жасаған. Сол кезде кәдімгідей мойным кәдімгідей не болған. Өнімін көрдіңіз ғой? Нәтиже болды ғой? Одан кейін ем қабылдап болғаннан кейін әрқайсысы емнің уақыты қанша болды? Тек қана массаждан басқа ем жасамады ма? Басқа ем жасалған жоқ. Басқа сол дәрілер берді, ішесіз деп. Дәрілерді білмейсің? Өкіл берді. Бірақ анау қандай синдром, қандай ауру екеніңді дәрігерлер сұрамады ма? Өзің айтпады ма? Өзіңе жауапты дәрігердің аты жөнін білесің бе? Жоқ. Бізде жауапты дәрігер болған жоқ. Олар өздері алып барады, тексертеді, сосын қағазын алып келіп құр жасап қояды да, сондай. Бірақ анау нақты доктордың алдына кіргізіп, сізде мындай болып тұр деген ондай. Ешқандай бетте-бет әрқандай бір дәрігердің алдында болмадың ғой? Жоқ. Оны кесіп айтасың ғой? Иә. Дәлелің жеткілікті ғой? Иә. Түсінікті. Енді сол адамдар, енді өзіңнің шағымың қалай? Сол адамдар сені көрмей тұрып, сол кезде концлагерьге жатпай тұрған адамдардың барлығын өз бетімен сендердің жаңағы субъектік аспаптық тексеру нәтижелеріне қарай отырып, сендерге дәрі-өкіл берді. Бұны қалай қабылдадыңдар? Бірақ оны бізге анау дәрігердің қолынан алған жоқпыз да. Дәрігер өзі бермеді? Иә. Екінші бір адам әкеп берді. Бізге жауапты адамдар. Ол кім? Анау Айнаш Орманбаеваның қол астында істейтін Роза деген әйел. Дәрігер ма? Дәрігер емес. Сол жердің қызметкері. Қызметкері. Сол берді. Қандай ауру белгісіне қарай берді деп сұрамадың ба? Сізде в общем андай нелеріңіз түсіп кеткен, иммунитеттеріңіз төмен, сондай деп сол жағында Осы сөзді кім айтты? Мен енді бұны не үшін беріп жатыр, мен қандай диагнозда қандай болды деген кезде сол анау миға қан жетіспейтін, сол ми қуаттандыратын дәрілер деп сол Роза деген әйел. Ол дәрігер ме еді? Дәрігер емес. Олар бүйтті, сіздер қайта беріңіздер, біз сіздердің дәрігерге өзіміз жолып дәрілерді өзіміз алып қоямыз деді. Сосын дәріні алып қойғаннан кейін бізге өздері шақырды, келіп дәріңізді алып қайтыңыз деп. Барған кезде солай. Мүлдем ешқандай дәрігерді көрмедіңдер. Жоқ. Енді бұдан өздерің қалай сосын дәрігер болып, жаныңда отырып, мынада мұнша уақыт ішесің, мынада мұнша уақыт ішесің деп ондай болған жоқ.
Онда ешқандай әңгіме Иә. айтпады. Сонымен бұл не дәрілер, бұл менің қай жеріме пайдалы десем, сіздің миыңызға қан жетіспейді, мойнынан соқ қалған, сол миларыңыз қуаттандыратын, сондай негізі қуаттандыратын дәрі өкілдері деп айтты. Сонда сіз осы кісілердің жасаған еміне, көмегіне қалай көзқараста болдыңыз? Мен енді ол кезде шынын айтсам, миымның өзі дұрыс емес еді. Анандай әлгі біреулер саған күлдіргі айтып, я болмаса бірдеңе айтса, бүйтіп әсер ететіндей сезімде емеспін. Мұндай әсер болмайды. Иә. Сол Құлағы өзім дәрілерді, жалғыз жүре алмайтынмын. сол дәрілерді ішуден бұрын Иә. ол дәріні қабылдадың ба? Бір апта өкілін қабылдадым. Ол өкіл ол кезде маған айтты анау. Мен сол кезде тағы қалай ауырдым. Тұмау ма бірдеңе қосылып кетіп, бір басымен қысып қатты не кеттім да. Сол кезде мынау саған уақытылы басылатын пайдалы деп айтты. Соны бір апта бір өкілін салдырған. Ол өкілдің де аты жоқ. Қазір есімде жоқ, қанын не салдырған. Бірақ маған сол кезде көп дәрілі өкілдер берген. Ана бір ми қуаттандыратын витамин деген дәрілерін біраз уақыт іштім, бірақ кейін ішкен жоқ. Толық тауысқан жоқпын. Өзіңе оң әсер болды ма? Маған ешқандай әсер етпеді әлгі дәрілер. Ешқандай әсер болмады. Иә. Нәтижесін көрмедің. Иә. Одан кейін шекарасыз медициналық көмек жаңағы кісілер екінші рет шақырмады ма? Ал енді бұлар жыл сайын шақыра ма, жоқ? Қайсы уақыттарда шақырады? Негізі содан бері 2 жыл болды. Мен ол кезде түрмеден шығып келгеніме 2 жыл болған кезде бұлар сондай бір тексеру болған. Мен 18-де түрмеден шықтым, 19-да Қазақстанға келдім. Сол 20-шы жылы 10-11 айларда мен бір тексеруде болды. Менде бір факттық қағаз бар. Ең алғаш қабылдағандар 1-ші айдың 20-сы екен. Сол мөлшер ме? Ол кісілер 2020 жылы. 2020 жылы Мен 2020 жылы 11-ші ай. 11-ші айда. Олардан бұрын. Жоқ, жылдың аяғы. Жылдың аяғы. Бірақ олар 2020 жылы 1-ші айдың 20-сы. Сендерден бұрын. Сен жыл соңында таман. Түсінікті. Әр ретте қабылдағанда қанша адамнан қабылдайды? Бір-бірден қабылдайды. Бір-біріңді білмейсіңдер? Жоқ. Мәселен, біз бір кезде жиналғанда 3-4-еуміз жиналдық. Бірақ әрқайсы адам бөлек-бөлек әртүрлі докторханаға барды. Әртүрлі докторханаға. Бір жерге барған жоқ. Бір жерге бармайсыңдар. Енді ол аурудың әрқайсы жағдайына қарай шығар. Әрқайсы аурудың синдромдары болады, симптомдары болады. Ауру белгілеріне қарай әрқайсы мәселе ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, жаңағы кардиологиялық бөлім, неврологиялық бөлім, эндокриндік бөлім деген секілді, гастролог деп әрқайсы ауруларға қарай бөлген болуы мүмкін. Енді оған өзің қандай көзқарастасың бұл емге? Мен ол кезде әйтеуір енді қатты ауырып жүрген себепті әйтеуір пайдасы болса деген мақсатта бардым. Бірақ енді бір қатты пайдасын алып кетпегеннен кейін артынан карантин болды. Артқа ары қарай мен жалғасып дауалануға не болмай қалды. Мүмкіншілік болмады. Өзің мүмкіншілік. Одан оларда мен іздеген жоқ. Менде ол үйтіп хабарласатын не болған жоқ. Ол кезде хабарлассаң да бәрібір ішер қабылдамайтын еді. Неге? Коронавирус болып, бірақ карантин болып кеттік қой. Карантинге жатып қалдық, дұрыс. Содан екінші рет шақыру қай кез болды? Екінші рет шақыру осы енді биыл 2024 жылы. Мен 6-шы айдың қаншасынан бастап тексерілді деген доктор айтты. Бірақ маған сол кезде өшіріп, мен сол кезде айттым енді. Мен барынша тезірек қарасаңыздар, өйткені мен сол кезде аяғым қатты ісіп жүрді. Иә, көктем кезінде 5-ші ай мөлшерінде маған шағымданғансың. Өзім көздескем, көргем, жалпы жағдайды білем енді ол кезде. Содан мен енді барынша тезірек қарасам, мына өткен ауруымның асқынып тұрған кезінде деп ойлағам. Сол кезде ол кісілер очередьке қоямыз, сіздің уақытыңыз кемеді деп айтты. Содан енді осы қыркүйектің 2-сі, я болмаса 9 күндің біреуіне хабарласамыз деп тұр. Енді хабарласады. Енді бұның аралық несі мен байқауымша 2 жылда бір рет болып тұр, өзің 2 жылда бір рет болған кейін, әрі бұл енді шекарасыз медициналық көмек деген сөз осы ТМД елдеріндегі эпидемиялық санитарлық жағдайдан, жаңағы төтенше апаттық жағдайда
жер сілкінген жағдайда, жаңағы су тасқыны болған жағдайда осы тмд елдеріндегі азаматтарға көмек жасайтын ұйым. Осы ұйымды біз енді олардың гуманитарлық көмегіне ешқашан шек келтіре алмаймыз. Ол халықаралық ұйым, мемлекет аралық ұйым болғаннан кейін олардың жасап жатқан істеріне біз қарсы емеспіз. Десе де әрқайсы адамның өзінің осыған деген күдік күмәндары болады. Осыған қалай күмәнді ойларың бар ма? Не үшін екі жыл сайын тексереді дегенге? Енді 2 жыл сайын тексереді дегенге мен білмеймін. Біз бірақ осы лагерден шыққан мен болайын, біздің денсаулығымыз жылдан жылға азайып барады. Өйткені мен былтырлары бір жылда бір рет ауыратын кәдімгі қаным түсіп, бір укол салып, әзір міне жарым жылда бір. 6 ай болып, 5-6 ай болып бастағанда қайталанып жатыр да. Сонда енді ойлаймын, уақыты да сәл тездеп тұр деп ойлаймын. Біз енді ол түрмеде вакциналар салынды, әртүрлі тамақтар ішілді бізге. Енді сондайды бір тексеруден қарап ол мен бұл енді көмек үшін деп ойлаймын, енді ешкім бізге жамандық ойламайтын шығар. Олардың тексеріп жатқанына да рахмет дейсің де. Бірақ енді 2 жылда бір үйтіп айланып келіп барып біздің, бірақ енді оны алып тексергенде менің ойым енді бізді бір шынайы нақты үлкендеу докторханаға кіргізіп кәдімгі жатқызып бүйтіп емдесе деп ойлағанмын ғой. Енді ол өткізіп қойып, онан кейін барып құры дәрілерін бере салмай кәдімгі өзіңіз сияқты докторларға бетпе-бет отырып сөйлесіп, мен қаншалық деңгейде ауыратынымды өзім білуім керекпін да. Сондай сөйтіп бір қараса деп ойлағам. Біз енді аяқ ісіп біткен ол дәрі ішіп неге болмайды ғой. Әсілмен кәдімгі жатып дауалануым керек. Енді онда аспаптық тексеру керек, қан анализі керек деген секілді жалпылық тұлғалық тексеру жүргізу керек. Бірақ жаңағы шекарасыз медициналық көмектің дәрігерлерінің біреуін көрмейсіңдер. Оларды әйтеуір алады, сол қандарыңды алады, нелеріңді алады. Бірақ анау нақ мамандарына бүйтіп кіріп сөйлесуге мүмкіндік жоқ та, өзіміз сөйлесе алмаймыз. Өздерің сөйлеспесіңдер, бұлар көмек жасайды. Білмеймін, биылғы сен шекарасыз медицина шетелден нелер келді дейді. Солармен бетпе-бет тұрып сөйлесіп қабылдайды дейді. Соған енді барып көрем. Алла шипасын берсін дейді. Бірақ олар сол бір шарт айтты маған қай күні. Осы күнге дейінгі тексерілген, осы біз әрдайым маусым сайын ауырып жүрміз ғой, мен әрдайым түсетін сондай бүткіл анализдерімді алып кел дейді. Енді ол бүкіл анализді алып кел деу, енді медициналық жақта, сараптамалық жақта барлық дәрігерлердің алға қоятын басты шарттарының бірі, факторларының бірі объектив және субъектив жағдайдан. Объектив деген сөз жаңа өзімен бетпе-бет отырып, әзір бір жағынан сұрақ, бір жағынан осы не жүргізіп отырмыз. Енді субъектив жағдайда аспаптық тексеру нәтижелері қажет. Сол үшін керек болар деп ойлаймын енді. Енді басқа жағынан олардың іс-әрекеттеріне өздерінің көңіл толмайтын жағы әзір белгілі болды. Дәрігерлермен бетпе-бет отыра алмаймыз, бізге дәріні бере салады. Ал енді дәріні бергеннен кейін қанша уақыт ішу керек, қанша мезгіл ішу керек туралы ешқандай ескерту айтылмай ма? Жоқ. Айтылмайды. Маған алдыңғы ретінде ешқандай айтылған жоқ. Түк айтылмады? Жоқ. Осы уақытқа дейін. Тек шақырады. Сонда 2 жылда бір рет шақырады. Енді мына жерде бір сұрақ туындайды. Дина Нұрдыбайқызы, сіз Қытай геноцидін әшкерлеуде осы уақытқа дейін әлеуметтік желілерде болдыңыз. Енді Қытай геноцидіне жатқан түрмесінде, қоныс лагерінде қамалған 7-8 ғана белсенді бар әзір. Қытайдың геноцидін әшкерлеп жүрген. Бұлармен осы жер Қазақстанда Қытай геноциді кезінде түрмеде отырғандарды екі түрлі неде қабылдайды деген мен естуім бар. Осындай дұрыс па? Мәселен, мынау саяси іске араласпау керек, саяси мәселе көтермеу керек, денсаулықтарыңды қорғау керек деген ғана әңгіме айтылатын жағы бар деген мен ақпаратты естіп отырмын. Осы үшін бой тұрып па? Олар айтты, саясиландырып бүйтпейсің. Саясиландырды дегенде бұл жерде қандай саяси жағдай? Ашып айтуға. Сендер оны саясиландырып, ашық ақпаратқа айтып бүйтпеңдер деді. Кімді айтпа дейді? Анау Қытайдың геноцидін
Болмаса жоқ гимнастика емес, анау медициналық тексеру болып, ол сен саясатқа тіре бүйтіп анау емделуден бүйтіп бас тартпай, емделіп өз денсаулықтарың өздеріңе керек. Оларды өйтіп қуғындап сен кімсің деген сияқты сұрамай ақ қойыңдар да, емдел дегенде барып емделіп кетіп тұрыңдар деді ғой. Тек қана емделіңдер. Бұл жерде енді сен олар кім, мәселе сонда бізде құқық жоқ па деп ойлайсың да. Олар кім, қайдан келіп жатыр десең, ол халықаралық шекарасыз медицина сендерге көмектеседі деді ғой, общем, зардап шеккен. түсінікті. Дауаласаңдар болды дейді. Енді сіздердің қорқатын жақтарыңыз қай жақ? Мәселен, сіздердің ақпарат Қытайға кетіп қала ма? Болмаса Қазақстан үкіметіне тарап кете ма? Менде қорқыныш сол енді, ол Қытай вакциналар салды бізге. Енді соның әсері қандай болып жатыр бұларда деп тексеріп тұр ма екен? Әр 2 жыл сайын. Өйткені біздің денсаулық жылдан жылға кетіп бара жатыр. Мәселен, мен 32 жаста бүйтіп ауырмауға тиістім. Мен өзім солай сезінемін. Мен түрмеге кіргенде 25 жас дедім. Одан бұрын менде ешқандай денсаулықта шағым, бір тұмау да тимейтін деді. Әсер етпейтін олай тұмау. Қазір менің сұрағым маған, өйткені біз мына медициналық сараптама болғаннан кейін біз соңғы бөлігінде сұрайық ол мәселе туралы. Әзірге менің сұрағым осы шекарасыз медициналық көмектен қорқатын тұстарыңды саясиландырма дегеннен өздеріңнің содан алыстағыларың келе ма сол себептен? Алыстағымыз келеді, бірақ алыстайық десек бізде қазір өзіміз қалтамыздан қаралатын жағдайымыз жоқ. Мүлдем. Ауырып бара жатқанымыз мынау. Енді аз болса да септік тисе, дауаланып алсақ деген ниет сол. Тағы бір сұрақ. Кешіре ғой, тағы бір сұрақ. Ашыққа шыққандар мен ашыққа шықпағандар бір-бірімен кездесесіңдер ме, жоқ кездеспейсіңдер? Кездестірмейді. Ашыққа шыққандардың өзі кездестірмейді. Арамызға 10-15 күннен салған қазір. Мен өзім білетін 3 кісінің өзі болды. Біреу өтіп бітті, енді біреу осы ортасында мен аз алдымда, одан кейін мен. Бір уақытта кездеспейміз да. Енді оны жеке-жеке қабылдайды, өйткені очередке қоямыз деп оны ашық айтқан. Бір айда шекпен, мерзімді шекпен қараймыз адамдар. Сол кезде маған айтқан, әзір сенің де денсаулық аурулар бар, алдымен солар өтеді. Бірақ сенікі де ауыр екенін білеміз, барынша тездетеміз дегенде сол 2 айда өшіретім келіп тұр ғой. 2 айда, бірақ периоды 2 жылда, жылда емес. Енді мына жерде біз шекарасыз медициналық көмектің мынау саясиландырма деген жағына қарай оларға кері ықпал тудыратын күштер болатындығын қадап айтқым келеді. Ол жерде жаңа шекарасыз медицинаға халықарада кейбір мемлекеттер қарсы, әсіресе авторитарлық, диктаторлық елдерде. Мәселен, біздің еліміз диктаторлық елге жатады. Біз өзімізді демократиялық деп айтқанмен, жаңағыдай гуманитарлық көмекке келгенде шектеулер қояды. Енді менің ойым, сол жағынан жаңағы сендерді бір-біріңе жолықтырмай, бір-біріңе кездестірмей тұрған себебі болады. Бірақ емдеу шарасына көңіл толмайды. Емдеу шарасы жаңағы дәрігермен бетпе-бет отыру, дәрігердің объектік және субъектік түрдегі сұрақтар болады. Жалпы объектік, жалпы өзіңмен өзің бетпе-бет отырып, жалпы сенің тұлғалық тексерулерің өтпегендіктен сен оған күмәни көзқараспен қарайсың, күмәнданасың. Біраз демалып алып жалғастырамыз ба? Жоқ. Жалғасты сөйлей береміз ба? Мен бастап енді ол кезде оларға барған кездегім сол. Ол кезде қатты денсаулығым не емес еді. Қазіргідей емес еді. Біраз жақсы едім де. Әзір енді биыл жүрек, бүйрек қосылды. Ол кезде мен жүрек, бүйрекке деген шағым жоқ болатын. Тек басым ауыратын, иммунитетім түсіп кетіп, сол қаным түсіп кететін, төмен қан басым. Басым қысып, сол бас қатты ауыратын. Сондай шағыммен барған. Енді жалпы тұлғалы жақтан тексеру жатқаннан кейін, әйелдер жағынан қандай? Өзіңде қандай белгілер бар? Соның бәрін толық айтшы. Осы қоныс лагерьге жатып шыққаннан кейін, бұрын болмаған әзір қайсы күні маған шағым жасаған кезде жаңағы циклдік өзгерістің барысында ұзақ уақыт келетіндігі, келген кезде қандай белгі беретіндігін осыны толық айтуға бола ма? Болады. Мүмкін болса. Соңғы 5-6 ай болды.
өте көп келеді кәдімгі. Бұрын мен түрмеде вообще келмей қалған. Түрмеден ол кезде мен үйленбегенмін. Бізге әуелі келтіретін дәрілер ішкізген сол жерде. Келтіретін дәрілер. Иә. Ал енді осының барлығын түрмеде концлагерьде отырғандағы 4 рет салған вакцинадан деп ойлайсың ба? Түрмеде көп адам сөйтіп тоқтап кетті. Жас қыздардікі ол кезде. Тоқтап қалды. Иә. 25 жаста менің өзімдікі 2 ай тоқтаған кезде бізге айтты, бізге бір қою қара шай сияқты бір дәрі алып келіп ішкізді. Шөп дәрі ма? Иә, әйтеуір иісі өте күшті. Ол кезде сол бір күн, бір жарым күн сондай болды. Мен соңғы шығатын кезге дейін сондай болды. Жоқ та, кемейді. Одан кейін мен мына бала шыға салдым, бірден бала көтердім. Одан балам болғаннан кейін ондай болмаған. Одан кейін балам болғаннан кейін, оны босанып болғаннан кейін 1 жылдан кейін тағы сондай болды. Тоқтап қалды. Иә. Ол тоқтап қалған уақыты қанша уақытқа созылды? 1 ай, 2 ай, 3 ай, 5 ай? 5 айға созылғаны бар. Сосын 1 ай келеді, жоқ болып кетіп, 1,5 ай, 2 айдан кейін келеді. Ол келсе де басым ауырып кәдімгі. Қиналып жүріп келеді, дәрілер ішіп жүріп сондай. Ол кезде қан қою, анау мынау сондайлар деп айтты, бірақ білмеймін, мен оны түрменің несінен көремін, өйткені сол жерде сондай болған. Енді ол сондай болды деп ойладым, мен қызымды көтердім 2 жылдан кейін. Қызымды босанғаннан кейін осы қызым қазір 3-ке келді ғой. Соңғы 6 айында өте көп келеді. 20 күн, 25 күн. 25 күнге бармайды. 20 күннің ар жақ бер жақ. Көп та, сосын оны басым айланып жатып қалдым қазір. Қанша күн жатып қаласың? 2 күн. Страшно, қозғала алмай қалдым. Енді кірдің келген кезінде ауырсыну белгілері көбейе ма? Иә. Өзіңде қуатсыздану, өзіңде жаңағы қан анализінен байқадық, жаңағы ақуыздың да дәрежесі төмен, қызыл қанның түйіршігінің жоғарылау факторлары бар. Сосымен бірге темір тапшылығы, қызыл қанның құрамындағы темір тапшылығы секілді бірқанша синдромдар бар. Әзір сенде қанның ұю жылдамдығы жоғары деген сөз, жоғарылап тұр. Осы факторларды ескерсек, әзіргі кезде сол өзінің циклдік уақыт несіне келген кезде 1 айдың өзінде бұрынғы өзіңнің қалыпты нормада бола ма, одан уақыт саны көбейіп кете ма? Уақыт саны көп, иә. Қанша күнге барады? 1 айда? 3 күн сондай болатын, қазір 4-5 күн. 5 күн. Кейде 6-7 күн келеді. Кәпкенде ауырсынасың. Ол келген кезде келу дәрежесі қалай болады? Тамаққа тәбетің қалай болады? Психологиялық жақтан өзгерістер бола ма? Болады. Ашулану деген секілді факторлар көп туындай ма? Тамаққа тәбет қалай болады? Шуылды да қаламайсың, еш нәрсені қаламайсың. Басым деген қысып. Кәдімгідей жатып қаламыз. Жатып қаласың. Ол кезде бел ауру, аяқ қою. Сосын анау әзір енді осы бір 15 күн тоқтайды ғой, ол келмей. Сол кездерде тұрып біраз уақыт бір шыны жуып бүйтіп 10-20 минут сондай тұрып қалсам, беліндегі ашып кетеді ғой. Бел ашып ауырады. Белді түсіріп көрмедік, аспап нәтиже жоқ қой. Түсінікті. Ал біз бағанан бері науқас адаммен жалпы тұлғалық тексеру дейміз, объективтік түрде жалпы ауру жағдайын сұрап отырмын. Енді біз арғай біраз шегініс жасасақ, өзің қай жердің туып өстің, қай кезден бастап кәсіппен шұғылдандың, не себептен Қытай концлагеріне жаттың, осы туралы қысқа. Менде қазір тағы бір қатты бір синдром бар, анау. Мұрным көп қанайды. Мұрнынан көп қан шыға ма? Иә. Аптасына қанша күн болады? Қанша рет болады? 2-3 рет болады. Аптасына 2-3 рет болады. 1 айда сонда орта есеппен 12 рет, 13 рет болады деген сөз. Әр рет аққан кезде мөлшермен қанша? Бір күнде 2 рет ағады. Мөлшері қанша грамм мөлшер деп есептейсің әр рет аққанда? Алдында бір рет 2-3 күн көп аққан еді. Күнінде да, сол бір мезетте, бір уақытта, сол ертесің сол уақытта. Әуелі кәдімгі жарым сағаттап бүйтіп отырып қалған кезім болған. Енді осы біраз күн болды, анау басым айланып бүйтіп қатты не болған кезде ол тоқтады да, бірақ ағады, таңертең бірақ кеште бір уақ ағады. Кәдімгі 10-15 тамшы үйіп барып бүйтіп түседі. Үйіп түседі. Сосын кейде бүйтіп ұйықтап жатсам таңдайыма
таңдайын түнде түседі. иә түнде ұйықтап жатқан кезде тіпті болады. Жалпы Қытай қоныс лагерінен кейін денсаулығың мүлдем бұрынғыдай болмады. Керісінше әзір өзің шағым бойынша айтқан кезде айлап күннен күнге кері қарай кетіп барасың. Енді әзіргі жағдайда өзіңнің бір жұмысқа деген, іске деген, болашаққа деген, балаларыңа деген бір сүйіспеншілікпен, мейірмен қарап ұмтылыс бола ма көп, жоқ бола ма? Шаршау көп болып тұрады, бірақ мен барынша өзім андай шаршамауға, не қылмауға тырысамын да. Барынша бір басқа нәрсемен айналысып, жүгіріп, секіріп, музыка тыңдап, билеп болса да анау. Өзіңді стресстен шығаруға тырысасың. Иә. Бірақ көбінде сол қаламай тұрамын. Шул ондай ұнамайды. Осы артық бір автобусқа отырып, бір екі бекеттен ары жүре алмаймын ғой. Түсінікті. Ал енді сол жаңағы кері шегінейік дедім, жаңағы сұрақтарыма енді басыңды біраз көтеріңкіреп отырып алдағы жерге сәл биік шығуыңа бола ма? Сәл артқа шегініп тағы да жоғары қарай басыңды көтерсең. Қан шықпайды. Жоқ, қан шықпайды. Не қылып түрегелгеннен кейін не қылып отыр ғой. Басыңды көтермей тағы бір жастық берейін. Басыңды сәл арақ көтерсең, сосын енді жат. Отырғанмын. Сәл шегінсең болады. Сәл шегініп арқаға сүйейін. Қалыпсың ғой, ә? Енді ыңғайлы ма? Камераға қарапсаң. Ештеңе жоқ. Алыстан қоямыз. Бүйтіп отыра берейін бе? Отырсаң отыра бер. Жатсам ыңғайсыз. Мен сен қасыңа таман келейін, мынаны әзір тиіп бастаймыз. Ғалым ұстаздар үйреніп сәл артқа қарай шегін. Енді міне біз науқаспен қатарласып отырған себебім ендігі бізге дәлел ретінде қоныс лагердегі Қытайдың жасаған қысымдары, өзің отырған сол лагер туралы, өзің қалай түстің осы туралы біраз ыңғайлы ма? Қолын бері қарай қойма. Айтсаң. Мен Шинжаң Қазақ автономиялы облысының ауданында туылған. Үлкен тумасымын. 2017 жылы 10 айдың 14 түрмеге түскен. Бірінші түрмеге түскен кезде бізге айтқаны, Қытайдың 19 кезекті сайлам болады. Сол кезде шет елге көп шығатын адамдар негізі мемлекетке қауіп төндіреді. Осы не өткенше, құрылтай өткенше, осы арада бола тұрасыздар енді. Бәрі ол кезде мен сияқты кәсіпкердің көп ұсталды ғой. Осындай бәріміз жұмыста жүрген. Құлағы мектеп мұғалімдарына дейін ұсталды. Сол кезде айтқан енді сол бір апта чыдаңыздар, құрылтайымыз аман есен өтіп алсын бейжіңде. Қаншасыншы кезекті құрылтай? 19-шы кезекті құрылтай. 19-шы кезекті халық құрылтайы. Иә. Сол кезде сол Ши Цзиньпиннің 5 жылда бір өтеді емес пе бұл? Цзонтун болған, иә. Бір төраға болған. Иә. Партияның бас төрағасы, иә. Соған сол кезде сол енді мына Шинжаңның орнықсыз жер, біздің Жұңго бойынша сенімсіз орталық деді. Сол Жұңгодағы сіздер сияқты шетелге көп шығатын. Енді Шинжаңдағы бір сұрақ, шетелге көп шыққанда қайсы мемлекеттерге көп шығады? Біз енді мен өзім Қазақстанға шыққанмын. Басқа елге шықпадың ғой? Жоқ. Басқа мына
ұйғырлар да ұсталды сол кезде. Солар сол Түркияға барғандар бар екен. Негізі көбі Қазақстанға келгендер сол. Әуелі Қазақстанға кірмеген, келмеген. Үрімжіде оқып жүрген жерінен алып келген қыздар болды. Бейжіңде жұмыс істеп жүрген мен өз сабақтасымды алып келді. Сол кезде айттым, сол осы құрылтайымыз өзі қаншасы ашылды? 14 ашылды, 18 жабылды, 4 күн. Осы жабылып бітіп КМУ мен БИМУ аралығында, ашылу мен жабылу аралығында өшеде боласыздар деді. Оны мен ұстаған күні сізді бүйтіп түрмеге апара жатырмыз деген жоқ. 2 сағат уақыт шығарыңыз, 2 сағат сізбен таңқуа деді. Сұрақ жауап болады деді. Мен 2 сағат сұрақ жауап деп барғам. Қайдан қолыма көзетті салды да ғана полиция машинесіне 2 жағын 2 сақшыны тұрғызып қара түрмеге бірақ апарды. Сол Нұлқа қаласы 1-ші түрмесіне апарды. Сен барғанда қаншадай адам бар екен? Өте көп. Ерлер де көп, әйелдер де көп. Бөлек-бөлек Қазақ ұлтынан басқа өзге ұлттар бар ма? Ұйғыр, бірең-сараң моңғол, бір-екі-үш қырғыз, ол ұлттар аз дейді. Негізі көп санды сол ұйғыр, қазақ, бір-екі-үш қанзу ол енді қанзулардың көбі андай адам өлтірген сондайлар. Ол андай біз сияқты біз адам ауыр қылмыскер жасаған адамдармен бірге сендер бірге қамалды. Иә. Мұнда ауыр қылмыскер адам өлтіргендер бар ондайлар. Мәселен біреу соғып өлтіріп кетіп, сөйтіп біреулер жатады. Сондайлар да бар. Одан кейін анау сол кезде енді ерлер өте көп ұстап жатыр екен біз таңертең барған уақытта. Біз таңғы сағат 9-да кіргізіп болды ғой қаратамыз. Кіргізді жатты, сонда ауыл бойынша бөлек-бөлек тұрғызып қойып, бірден киімдерін шешіп кетіп, тексеріп өздерінің формасын кигізіп әкеліп жатты. Қолына, басына қарақалпақ кигізіп, көзірді аяқ-қолына салып. Аяқ-қолына болғанда шынжырлаған ғой. Шынжыр. 2 аяққа. 2 аяқ ортасынан да қолмен аяқ. Мойынға жоқ па? Белге жоқ па? Жоқ, қолмен аяқтың ортасында да. Шынжыр тұрып, басына қарақалпақ кигізіп. Мен алдымдағы көбі кейін адам көбейіп кетті, тездетіңдер. Бүгін адам көп келеді деп сөйтіп жатты, мал қалмайтын сияқты. Содан біз әйелдерді киімдерімізді шешіп, барып киімімізді шешіп, соның киімдерімізді бір талдан тексеріп, арасындағы темірлерді, замоктарды, ұзындау жіптерді жұлып алды да, өз киімімізді ішінен ки деп лақтыра салды, сыртынан бір нелерін берді. Ана киім. Түрменің анау формасын. Түрме формасы. Соны кигізді да, содан кейін 30-40-30-40-тан айдап. Ерлерді ғой көзілдеп әкетіп жатты қарақалпақ. Әйелдерді анау үш жаққа сыймай қалды, ол жақта әйел тош кетті деп бізді сыртында тағы бір салып қойған көп нелер, көп түрмелер. Сырт жағына барып 30 адамды бір үйге тықтық. Қанша квадрат? Бір 6-7 квадрат. 6-7 төсек қана қойылған ондай. Осындай керуеттен 3 қойылған. Асты қойылғаннан 3 ғана қойылған. Ал 30 адам соған кезектесіп жатасың ба 24 сағатта? Қатар бірден отырғанның өзінде әрең сөйттік соған. Ішіне? Иә. Сонда бізге таңертеңмен отырғызып қойды өстіп. Содан түсте ана жерден музыка, біз тамақ ішкен жоқпыз таңертең. Тамақ берген жоқ. Ол күні вообще тония тамақ берген жоқ. Түсте ана жерден 5-10 минут шығып төсекке жатуларына болады. Сонда 4-тен бүйтіп төсекке жаттық асты үстіне. 30 ай. Сөйтіп жаттық, содан 30 айдың бәрі қазақ? Жоқ. Мен ішінде 4 қазақ бармыз, 1 моңғол бар. Қалған ұйғыр ғой. Кешке қарай қазақтар көп келді қайтадан. Ең кішісі қанша жас, ең үлкені қанша жас? 18 жас, 60-70 жас бар. 60-70 жастағы кейбір аналарда бар ма? Бар. 50-55 жас бар. Бірақ енді 35 жастар бар. Ал енді бұның барлығын Дина осы уақытқа дейін әлемдік ақпаратта бар. Енді мен мына медициналық тұрғыдан сол жерде ішіп-жем қандай препараттар қолданды, қонсылай берді. 3 уақыттық тамақтарын қандай, демалыс уақыттарын қандай, осы жағына қарай тоқталсақ. Бізде ол жерде тамақ болғанда біз анау қара түрмеде жатқанда тамақ ішкен жоқпыз 12 күнде. Қанша күн жаттың? 12 күн жаттым. 12 күнде тамақ бермеді ме? 12 күнде 2 күн түсіп палау берді. Қалған күнде таңертең ерте бір тегешпен
су әкеледі, қатты көгеріп кеткен момма алып келеді, жібітіп жейсің. Оның дәл көгеріп ішінде бактериялық вирустар бар екенін көздерің Иә, көріп тұрасыңдар. көзіміз көріп Иісі шығып көгерген тұрады. иісі бар. Жейсіңдер. Иә. Жегеннен кейін қандай белгілер байқалады? Біз ананы сындырып ішіндегісін сол матырып қарнын қатты ашқан кезде жедік. 12 күнде. Одан кейін тағы бір соңғы 2-3 күніне қалған кезде ана құры бүйтіп анау қоқыстарды сыпырып әкеп қайнатып әкеп бере салған сияқты болды да, соның ішінде анау тожаудың ішіндегі дәні болады. Иә. Бұршақ өркені. Бұршақтың ішіндегі сол дәнін теріп жедік та, құр су. Су қайнатқан соны. Сол осы барыста жаңа 12 күн ішінде сұрақ туындайды. Тұлғалы жақтан өздеріңде қандай өзгеріс болды, бас ауыру, асқазан ауыру деген секілді аурулар белгілері байқала бастады ма? Біз ол бірақ құрғап кеттік қой. Денелерің сусызданып кетті ма? Мына терім бірақ еріндеріме шейін жырылып кетті. Бұл енді медицинада электрод жетіспеу деп айтылады, дененің сусыздану деген синдромға жатқызамыз. Ол түрмеде кейін біздің бөлектіңде татами сияқты үйге шығады. Ода кішкене ғана бір тал терезе бар, одан жел ұрып тұрады. Ол 11-ші ай кез, қар жауған. Аяғымызда тәпішке, жер су. Күн сайын суда отырамыз. Жерге су табаны бірақ та су ғой. Дәретхана жоқ қой жерде. Шелек әкеп береді ана жерге. Үлкен кішілер әкеп шелекке отырасыңдар. Бетімізді сонда ешқандай былай қалқан, қорғаныс бірдеңе жоқ. Бір-біріңе қарап отырасыңдар ма? Бір-бірімізге қарап өстіп, 12 адам өстіп отырамыз. Бірақ 4 жақ камера қозғалып бір-біріңе қарап өйтіп сөйлеп әңгіме айтып отырсаң жинай береді. Онда жаңағы 24 сағатта бір-біріне мүлдем сөйлемейсіңдер ме? Сөйлесу болмайды. Мүлдем болмайды. Сөйлесең қандай тәртіп жазасы қолданады? Ол жерде тәртіп жаза қолданбайды. Тек қана отырасыңдар. Сөйлемеңдер деп айтады. Енді психологиялық жақтан енді ауытқу болады ғой. Бірақ ағзаларыңдағы өздерің ауырсыну белгілерін байқадыңдар ма? Дәретке шыға алған жоқпыз. Үлкен дәрет жоғалды. Жоқ. Қатық қалды, қатық қалды. Жоқ. Үлкен дәреттің тоқтауы. Кіші дәрет ше? Кіші дәрет ана қалың елдің көзінше отырасың түрмеде ішінде. Біріне-бірін қарап су отыр. ішсек, ішіп отырып қалдым. Ішпесең қанша уақыт береді суды? Суды сол таңертең біріне береді. Біріне бергенде мөлшері 1 килограмм. 12 адамға 2 грамм, 2 келіге жетпейтін су береді. 2 литрге жетпейтін су. Біреуімізге бір неден тисе тиеді, тимесе тимейді. Сонда 100 граммға да толмайды ғой. 50 грамм мөлшерінде, 60 грамм мөлшерінде ғана. Бұл жерде су бермейді. Дәретхана алып шығады деймін сондай. Сосын түсте Құран сол суға қайнатқан бірдеңені әкеліп береді. Оны суын аз ішкендей болсын, бұршағын теріп жегендей болсын. Одан кейін кешке жақын тағы сол аз су момысын алып келеді. Құрғақ мол. Иә. Құрғақ мол деп отырғанымыз буға пісірген ұннан ғой енді. Жұмсақ па қатты ма да? Қатты қалған. Көгеріп кеткен. Соны жедік. Қанша уақыт сондай бірге отырдыңдар? 12 күн отырдық қой. Содан 12 күннен кейін лагерь деген жеріне апарды. Лагерьде. Сол 12 күнде сендерге жаңағы қоныс лагерьдің жауаптыларынан болмаса сендерге жауапты тәрбиешілерден ешқандай насихат жасамады. Болмаса медициналық көмек болмады. Іштерінде жаңа құлап жығылып жатқандар болмады ма? Болды. Неден құлады? Біле аласың ба? Бір ұйғыр қызды алып шығып кетті. Таңға деп 2 сағат сөйлесеміз. Сұрақ жауап болады. Әдемі қыз еді да. Түнде алып кетті. Әкеп сатты. Ал қыз келді де 2 сағаттан кейін отырып, қарным аш кетті деп сөйтті. Ана қалқаған бетінде сумен нонын бердік. Қалқан қоқамыз енді жерге кеште тағы жейміз. Соны беріп едік. Жеп отырып жүрді. Деп тыныс ала алмай құлады. Тыныс ала алмай құлады. Сонан алып шығып кетті. Ықылық атып құлады ғой. Алып шығып кеткеннен кейін оны тағы 2-3 сағаттан қайта келіп сатты. Оны ертесін түнде алып қыз тағы алып шығып кетті. Тағы сөйтіп алып келді. Тамақ бермейді. Сол 12 адам берген. Енді онда келгеннен кейін әңгімелесе алмайсыздар. Не себептен алып кеткенін айтпайды. Кейін ол ұйғыр қызы туралы сол қызды сол жерде алып кетті, содан кейін көрген жоқ. Одан кейін жоқ болды. Сол жоқ. Енді оның өмірі жүрегі де ауру екен өзі. Енді өз мөлшерлеуіңде ол адам тірі деп ойлайсың ба, жоқ өлді деп ойлайсың? Білмеймін енді. Білмейсің ба? Басқа жаққа алып кеткен шығар, өйткені мен
үлкен 7 түрменің жетегінде де болғанда ол қыз көрген жоқ. Үлкен 7 түрмеде отырдың ба? Мен Сол Нылқы ауданының ба, жоқ басқа жердің ба? Нұлқы ауданының өзінде. Әр түрмеде қанша адамнан өтіп жүр? Көп қой. Көп, ә? Біле алмайсың. Аз емес. Енді Кейбір жерде ер әйелдер бір жыртықта шығады, кей жерде әйелдер ғана түрме. осы 12 күнде үш вақыттық тамақтарын жаңағындай немен ғана ақырласады. Басқа тамақтарын жоқ деген сөз. Тек қана жаңағындай бұршақ өркені қайнатпасы, бұршақ сорпасы. Сосын көгеріп кеткен буынан. Бұршақ сорпасы оғанда бір андай бүйтіп күтпір салып соның ішінде екеуі шықса шығады ғой. Екеуі шықса шығады бұршақтың ішінен. Иә. 2 тал дән ғана. Иә. Басқа ешнәрсе шықпайды. Мен солай жиғанда 16 келе тастаған да. Салмағы 12 күнде 16 килограмм тастадың ба? Енді сенде сол 12 күнде қандай психологиялық жақтан ауытқу байқалды ма өзіңде? Мен екінші күні болған кезде ана есік терезені айғайлап бұрып Екінші күні өзіңді ұстай алмай қалдың. Өзіңнің не істегеніңді білесің ба? Мен айғайлап терезені ұрып шақырдым. Келген жоқ. Не деп шақырдың? Не деп шағым бермекші едің? Мен не үшін қамайсыңдар? Мен не қылдым? Жұмысым қалды ана жақта деп айғайлады. Содан маған мені шақырды. Ауылымыздың маған жауапты бір Қытай басшысын шақырды. Үшінші күні келді, 2 сағат сөйлестік. Не сұрады? Не жауап бердің? Не Олар айттың? мен айттым, мен пәлен жұмысым қалды, мен не үшін отыруым керек? Мен не қылмыс өткіздім? Мен не үшін мындай жерде отырамын деп. Анау сыртымнан киген шапан шешкізіп тастаған. Осындай бір тал мен кіріп кеттік. Ол суық іші. Қыстың күні 11-ші ай. Қыстың күні. Мына аяқ деген еденнің барлығы су. Құр тәпішке. Тәпішкемен жүресіңдер. Ол елден қалған тәпішке. Соның ішінде. Содан сөйтіп едім, 12 күн шыдаңыз, біз өзіміз жүгіріп жатырмыз, сіздің қате болып кеткенін айткен, ренжімеңіз, сізден мен анау Пинконку деген 30 әйелді өзіме тіркедім ғой, төменде недегі әйелдерге кәсіптендіру. Сөйлей бер. Сөйтіп, ол әйелдерге жұмыс беріп отырмын. Содан сіз онда жұмыс істейсіз, біз сізді ұзақ отырғызбаймыз, алып шығып кетеміз деді. Содан келді, сөйлестік, содан мен өстіп аяғым тоңып жатырмын дедім. Аяқ ісіп кетті. Екі аяқтан жаңағы тәпішке кигеннен кейін бұл кезде қандай ауыр белгілер байқалды өзіңде? Білмейсің. Енді ол жаңағы келген саған жауапты Қытай бір нәрсе шешті ма? Ештеңе шешкен жоқ, сол бар шешкені бір жылы аяқ киізді кіргізіп берді. Сосын бір қалың шапан кіргізіп берді. Ішінде ешқандай қалың шапан киюге болмайды. Болмайды. Мынандай не ештеңе гамаш кіргізіп берді.
соны кешке жақын үйіндегілер әкеп тастайды, мен мына жерге тапсырып кетемін деді. Кешінде әкеп берді. Ананы сол жерде көрпе де жоқ қой. Жанып жатқан көрпе жоқ. Әкеп берген шапанды түнде сол үстіме жауып жатты. Күндіз оны киіп отырмайсың, ана сөзсіз олардың камзолын киіп отырып жүрсің. Сол пұтымда соны киіп қайтып аяғым жылдам бекітіп жүрген кезде сөйтіп қалдырдық. Кейін алып түрмеге ана жаққа алып барды ғой. Лагерь деген не? Нұлқа кейін жауап берген үшін деген алып барды.